Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құжаттармен және дискілермен атқарылатын жұмыстар. Бұл сабақта біз құжаттармен қандай әрекеттер жасауға болатындығымен және мұрағаттау тәсілдерімен дискіні дефрагментациялау әрекеттерімен кеңірек танысамыз. Файлдармен келесі әрекеттерді орындауға болады. Бірінші, файлдарды жылжытуға болады. Екінші, файлдардың атын өзгертуге болады. Үшінші, файлдарды көшіру әрекеттерін орындауға болады. Және файлды өшіруге болады. Мысалы, бізге автомашина және бейнесабақ деген екі бума берілсін. Ол бумалардағы автомашина бумасындағы мақтау деген JPEG кеңейтілумен графикалық файлды белгілеп алғаннан кейін қиып алу әрекетін орындап, оны бейнесабақ бумасын ашып, кірістіру әрекетін орындаған кезде мақтау JPEG файлы бейнесабақ бумасына орналасады. Яғни жылжыту кезінде файл басқа қапшыққа орын ауыстырады. Файлдың атын өзгерту. Мысалы, бізге қандай да бір Бауыржан деген бумадан қандай да бір сабақ деген мәтіндік файлдың атын өзгерту керек болатын болса, ол файлды буманы ашқаннан кейін ол файлды белгілеп алып, атын өзгерту әрекетін орындаған кезде мүлде басқа файл, яғни сайт деген мүлде басқа файл пайда болады. Файлдарды көшіру, яғни файлдарды көшіру кезінде файлдың көшірмесі басқа қапшыққа орналасады. Мысалы, бізге фото 1 деген бумадан елік веб кеңейтілумен графикалық файлды белгілеп алып, көшіру әрекетін орындап, альбом бумасын ашып, онда кірістіру әрекетін орындайтын болсақ, онда елік VMP кеңейтілумен файлы фото 1 бумасында және альбом бумасында пайда болады. Яғни, көшіру кезінде файлдың көшірмесі фото 1 бумасында да елік VMP кеңейтілуімен файл 2 бумада да болады. Өшіру кезінде файл жазбасы каталогтан өшіріледі. Біз сіздермен дискіні форматтау кезінде сақтау аймағына және каталогқа бөлінетіндігін білеміз. Яғни, дискіні форматтағанда, онда автоматты түрде әртүрлі мәліметтер жазылатын бос басты немесе түпкі каталог даярланады. Міне осы жерден өшіру кезінде мәлімет жойылады. Ал қажет болған жағдайда ол құжатты қайта қалпына келтіруге болады. Міне жалпы біздің компьютерде орналастырылған файлдармен орындалатын әрекеттердің принципі осындай. Бұл әрекеттерді жылдам әрі жеңіл орындау үшін бірнеше арнайы бағдарламалар бар. Олар файлдық менеджерлер деп аталады. Кейінгі кезде кеңінен таралған әрі бұл әрекеттерді жылдам орындауға арналған бағдарламалар Total Commander деп аталатын файлдық менеджер бар. Уақыт өтуімен компьютерде өте көп құжаттарды сақтауға, өшіруге, көшіруге, ол файлдармен әртүрлі әрекеттер жасауға тура келеді. Сондықтан ондағы құжаттармен жұмыс істеу үшін Total Commander бағдарламасы өте қажет. Келесі кезең. Файлдарды мұрағаттау, яғни архивтеу не үшін қажет? Файлдарды архивтеу компьютер жадын тиімді пайдалану мақсатында ақпаратты ұзақ уақыт сақтау немесе оны желі арқылы жіберу кезінде файлдың ақпараттық көлемін азайту үшін қажет. Яғни, орнатылған файл өлшемі аз болған сайын, оны жіберуге кететін уақытта аз болады. Архивтеу кезінде ақпарат ешқандай шығынсыз сығылады. Сондай-ақ архивтен шығару кезінде бастапқы қалпына қайта оралады. Архивтік программалар бір-бірінен қысылған файлдың форматымен, жұмыс істеу жылдамдығымен, архивке орналасқандағы файлды қысу деңгейі сияқты әртүрлі мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Қазіргі кезде кең тараған архиватор программалары WinRAR және WinZip. Осы жерде осы екі программаның қайсысының сығу деңгейі жоғары деген заңды сұрақ туады. Бұл сұраққа жауап беру үшін мен мысал ретінде мына статистикалық тест экспериментті көрсете аламын. Ақпараттық көлемі бірдей екі файл
WinRAR және WinZip архиваторлары арқылы сығылды. Яғни, файлдың көлемдері бірдей болғанда бізді қызықтырып отырғаны осы екі архиватордың қайсының сығу деңгейі жоғары екендігін көрсету. Яғни, сжатие текстов, яғни мәтіндік файлды сығу деңгейі WinRAR және WinZip архиваторы арқылы сыққан кезде, олардың, яғни өлшемдері, файлдың өлшемі бірдей болғанда, WinZip арқылы 1,57 мегабайтқа дейін сығу деңгейі 1,57 мегабайт болса, WinRAR арқылы сыққан кезде ол 1,24 мегабайт болған екен. Бұл мәтіндік файлды сығу деңгейі. Ал графикалық файлды сығу кезінде, мысалы, WinZip архиваторы көріп отырғандарыңыздай 5,9 мегабайт болса, ал WinRAR арқылы сыққан кезде ол 4,12 мегабайтқа дейін сыға алған екен. Яғни, бұл жерден көріп отырғандарыңыздай WinRAR архиваторы WinZipке қарағанда сығу деңгейі жоғары екендігін көреміз. Ал сығуға кеткен уақытты салыстыратын болсақ, WinZipке кеткен уақыт аз, бірақ сығу деңгейі төмен. Ал WinRAR-ның сығуға кеткен уақыт көп, ал сығу деңгейі жоғары екендігін көреміз. Яғни, бұл эксперимент нәтижесінде көріп отырғаныңызда WinRAR-дың қысу деңгейі үлкен екендігін көреміз. Әрине, архиватордың әртүрлі информациялар үшін тиімділігі әртүрлі болатындығы өзінен өзі түсінікті. Мысалы, мәтіндік файлдарды 2 есеге жуық, ал бояуларының қоюлығы онша емес. Сұр түсті суреттерді қанықтылық ерекшеліктеріне қарай 2, 4, тіпті 10 есеге дейін тығыздап қысуға болады. Ал енді осы айтылғандарды нақты жұмыс істеу нәтижесінде көрейік. Өйткені бұл жерде біз барлығын сөз жүзінде ғана айттық. Мысал ретінде мен сіздерге өзімнің жұмыс үстелімде орналасқан портфолио мәтіндік құжатын архивтеу арқылы көрсетейін. Ол үшін осы портфолио файлын белгілеп алғаннан кейін оң жақ батырманы шертеміз. Архивтемес бұрын біз ол файлдың размері, яғни өлшемі қандай екендігін көріп алайық. Ол үшін свойства қатарын таңдап, свойства портфолио терезесін ашамыз. Яғни бізге размері, яғни өлшемі 3,43 мегабайт екен. Естеріңізге сақтаңыздар. Яғни бұл файлды архивтеуге дейінгі файлдың размері 3,43 мегабайт. Ал енді бұл файлды архивтеу үшін оң жақ батырманы шертіп, WinRAR добавить в архив қатарын таңдаймыз. Осы жерде бізге мұрағаттау терезесі ашылады. Бұл терезеде бізде әртүрлі опциялар бар. Бұл опцияларды, мысалы, сіздерді қызықтыратын болса, әр опцияны таңдау арқылы оларды көрулеріңізге, жұмыс жасап көрулеріңізге болады. Бізді қызықтырып отырғаны тек қана архивтеу кезіндегі оның сығу деңгейін көрсету. Мысалы, WinRAR сығу керек екендігін көрсетеміз. Одан кейін максимальный сжатие, метод сжатия қысу тәсілі опциясына біз максимальный, яғни ең жоғарғы опциясын таңдап, ОК батырмасын шертейік. Міне, бұл жерде бізде бірінші добавление в архив терезесі іске қосылды. Мына жерде бізде портфолио RAR деген архивтік файл пайда болды. Ал енді көрейік, бұл жерде свойства, оның размері қаншаға 3,23 мегабайт болған екен. Яғни біз 3,43 мегабайт ол архивтеуге дейінгі размері, ал 3,23 мегабайт бұл архивтегеннен кейінгі файлдың размері. Енді осы жерде біз портфолио мына файлды біз өшіріп тастайтын болсақ, онда дискіден екеуінің айырмасындай дискіден бос орынды үнемдей аламыз. Яғни ақпаратты сығымдау жадтағы сақтайтын көлемді кішірейтуге әкелетін файлдағы ақпаратты түрлендіру процесі болып табылады. Файлдағы ақпаратты сығымдау процесін мәліметтерді мұрағаттау терминімен ауыстырады. Мұрағаттық файл бұл өзіне сығымдалған түрде бір немесе бірнеше файлы немесе қапшығы, сондай-ақ файлдардың атауы,
оларды әзірленген немесе өзгерту енгізілген айы, күні, уақыты, мөлшері, тағы басқа туралы қызметтік ақпараты бар арнайы түрде ұйымдастырылған файлды айтады. Мұрағатты ашу. Бұл файлдар мұрағатқа орналасқанға дейін қандай түрде болса, оларды мұрағаттан дәл сондай түрде қалпына келтіру процесін айтамыз. Файлдарды бумаға буып, түю мен ашуды жүзеге асыратын бағдарламаларды мұрағаттық бағдарламалар деп атайды. Олар ойынрар, ойынзеп жаңа жоғарыда айтып кеткендей. Бұл жерден сіздер мұрағаттық файлдарды жаңа біз оң жақ батырманы ашу әрекеті орындап көрсеттік. Ал мына жерде сілтеуіш немесе кез келген мұрағаттық файлды ашу арқылы орындауға да болатындығын көріп отырсыздар. Ал мұрағаттан файлды шығарып алу үшін мұрағаттық файлды ашу, оның да бірнеше жолдары бар. Сілтеуішті ашу және ойынрар мұрағаттық файлын табу, тышқанның оң жақ батырмасын файлда басу және ағымдағы қапшықтан шығарып алу командасын таңдау. Үшінші, файлдар тізімінің соңында мұрағаттан шығарып алынған файлда бір аттас қапшық пайда болады. Келесі әрекет дискілермен орындалатын дефрагментация деп аталады. Дискідегі қателерді түзету әрекетін ScanDisk программасы орындағанымен, оның тиімді түрде жұмыс істеуіне кепілдік бере алмайды. Қатты дискінің жұмыс жасау жылдамдығы оның ең әлсіз жерлерінің бірі болып саналады. Шын мәнінде қатты дискідегі ақпаратты оқу жылдамдығы процессордың өңдеу жылдамдығынан біршама кем. Дискідегі әрбір файл белгілі бір орын алып тұрады. Бұл орындар бірнеше бөліктерге, кластерлерге бөлінген. Әрбір кластер белгілі бір файлға меншіктелген. Бір файлдың кластерлері бірінен кейін бірі ретімен тұрса, ол файл жылдам оқылады. Бірақ әр кезде мұндай бола бермейді. Өйткені біз жоғарыдағы әрекеттерді жиі орындаймыз. Файлдарды өшіреміз, көшіреміз, жылжытамыз, тағы басқа әрекеттер орындау барысында олардың файлдың кластерлері бірінен кейін реттіліктері бұзылады. Операциялық жүйе файлға оның кластерлері бірінен кейін бірі тұратындай етіп орын бөле алмайды. Мұндай жағдайда файл фрагменттерге бөлініп сақталады деп айтылады. Күнделікті өмірден фрагментацияға мынадай мысал келтіруге болады. Мысалы, сіз футболмен айналысасыз. Егер сіздің футболкаңыз бір жерде, оған киетін аяқ киіміңіз басқа жерде, ал добыңыз басқа жерде шашылып жатса, футболға бару, жиналу үшін біршама уақыт жұмсайтындығыңыз белгілі. Бұл компьютердегі файлдар фрагментациясына мысал бола алады. Файлдар фрагменттерге бөлініп сақталған жағдайда ақпарат бөлінбейді, бірақ оны оқу және жазу жылдамдықтары айтарлықтай кемейді. Егер дискіде мұндай файлдар көбейе берсе, компьютер жұмысының жылдамдығы төмендей береді және алдағы уақытта жазылатын барлық файлдар осындай бөліктерге бөлініп орналасатын болады. Дискінің бөліктерге бөліп сақталынған файлдармен жұмыс жылдамдығын арттыру үшін дискіні дефрагментациялау программасы қолданылады. Ал күнделікті өмірде дефрагментацияға мынадай мысал келтіруге болады. Жоғарыдағы мысалды қайта келтіретін болсақ, егерде футбол жабдықтарыңыз сіздің бір жерге жиналып тұрса, немесе бір сөреде тұрса, сөреге жинап қойсаңыз еш мәселе болмас еді. Оларды алып бірден футболға жүре бересіз. Бұлай жинастырып қою компьютерде дефрагментацияға мысал бола алады. Дефрагментациялау процесінің программасының мақсаты файлдардың мазмұнын өзгертпей, олардың кластерлері бірінен кейін бірі орналасатындай етіп қайта жазу. Бір қарағанда бұл әрекет оңай көрінгенмен, оған тиісті көңіл бөлу қажет. Бұл суреттен біз көріп отырғандарыңыздай терезе екіге бөлінген. Бірінші дефрагментациялауға дейінгі және дефрагментациялау процесі фрагментациялаудан кейінгі. Яғни бұл жерден мына қызыл сызықтар фрагменттелген файлдарды көрсетеді, ал көк сызықтар фрагменттелмеген файлдарды көрсетіп тұр. Ал жасыл сызықтармен орындары ауыспайтын файлдар ақ бос орынды көрсетеді. Бұл
дефрагментациялау процесі болғанға дейінгі суретті көріп отырсыздар. Ал дефрагментация процесі өткеннен кейін файлдардың жаңағы фрагменттерге бөлінген қызыл сызықтардың барлығы жоғалды да фрагменттелгеннен кейін көк сызықтар реттеліп орналасты. Енді осы әрекеттерді бізде дискінің дефрагментациялау процесін мен сіздерге нақты мысалдармен көрсетейін. Ол үшін мой компьютер бумасын ашамыз. Одан кейін дефрагментация жасайтын дискіні көрсетеміз. Мысалы, D дискісіне дефрагментация процесін жасау керек болсын. Ол үшін оң жақ батырманы шертіп, свойства қатарын таңдаймыз. Осы жерде свойства диск D терезесі ашылды. Онда сервис опциясына барамыз да выполнить дефрагментацию опциясын таңдаймыз. Осы жерде дефрагментациялауға арналған терезе ашылады. Дефрагментация батырмасына шертеміз. Дефрагментация процесі вывести отчет. Яғни бұл жерде дефрагментация ешқандай да фрагменттерге файлдар бөлінбеген екен, сондықтан да бізде дефрагментация процесі жылдам өтті. Мысалы, S дискісін дефрагментациялау процесін, дефрагментациялау әрекетін қайтадан орындайық. Ол үшін осы жерден де S дискісін де таңдауға болады. Дефрагментация әрекетін орындаймыз. Немесе қайтадан көрсетейін. S дискісін дефрагментациялау әрекетін орындау үшін S дискісінде шыққанның оң жақ батырмасын шертеміз де свойства системный дискісі терезесі ашылады. Онда сервис опциясына барамыз да, вкладкасына барамыз да, выполнить дефрагментацию қатарын таңдаймыз. Одан дефрагментация идет анализ дейді. Міне қызыл сызықтар дефрагментациялауға дейінгі терезені көріп отырсыздар. Ал қазір мына жердегі екінші терезедегі оценка использования диска после дефрагментации деген жерде мына қызыл сызықтардың барлығы жойылып, файлдар, фрагменттердің барлығы жойылып, файлдар дұрыс орналасатын болады. Мына қатарда идет дефрагментация, яғни процентпен көрсетіліп тұр. Сжатие файлов қанша процент? Мысалы, бұл жерде бізде 100%-ке толған кезде дефрагментация процесі аяқталатын болады. Көріп отырғандарыңыздай, бізде екінші терезеде, мына терезеде қызыл сызықтар, яғни бұлар фрагменттелген файлдарды көріп отырсыздар. Диск ақпаратқа толы болған кезде дефрагментация өте ұзақ уақытқа созылады. Дефрагментациялауды бастамас бұрын кемінде дискінің 10 немесе 20% бос болатындай жағдай жасау керек. Бұл программаның жұмысын тездетеді. Дефрагментация компьютердің жұмыс істеу жылдамдығына ғана әсер етеді. Сондықтан жылдам жұмыс істеу бізге міндетті емес болса, оны жүргізбесе де болады. Қазіргі кезде біз компьютердегі өте үлкен ақпараттармен жұмыс істейміз, және жиі өшіреміз, көшіреміз, жылжытамыз, тағы басқа файлдар мен әрекеттерді орындаймыз. Осы кезде файлдар фрагменттерге бөлініп, компьютердің жұмыс жылдамдығы төмендейді. Ал оны арттыру үшін біз кем дегенде 1 рет немесе 2 рет дефрагментация процесін орындап отыру керек. Бұл компьютердің жұмыс жылдамдығын тездетеді. Яғни көріп отырғандарыңыздай, астыңғы сызықтағы, астыңғы бөліктегі қызыл сызықтардың барлығы жойылып, файлдар дефрагментацияланып, яғни фрагменттік файлдардың барлығы жойылып, яғни файлдар реттеліп орналасып жатыр. Файлдардың белгілі бір ретпен орналасқандығын көруге болады екен. Яғни бұл жерден біз дефрагментация процесінің біткендігін көреміз. Вывести отчет дейтін болсақ, бізге S дискісін дефрагментациялау кезіндегі ондағы дефрагментациялау әрекетінің нәтижесін бұл терезеде көруге болады. Сонымен бүгін біз файлдармен және дискілермен орындалатын әрекеттермен таныстық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.